Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздер ауызашарға черный лист дайындайтын боласыздар. Ең алдымен бізге какаомызға қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Сосын құмшекерімізді таразға өлшеп алып, үстіне 5 жұмыртқамызды жарып, жақсылап араластырып, үстіне сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Потом жаңағы какаомызды осы қоспамыздың үстіне салып, екеуін жақсылап араластыратын боламыз. Сосын ұнымызды електен өткізіп, разрыхлитель мен соданы араластырып қосып, бірге қамыр жасайтын боламыз. Барлығын жақсылап араластырған екен, осындай табамызға құйып, 180 градуста 30 минут пісіріп алатын боламыз. Сосын креміне сливки 250 грамм сливкиді және сгущенканы араластырып, сахарный пудраны барлығына жақсылап араластырып, крем жасайтын боламыз. Осындай керемет болып шығады. Торттарымызды реттеп, жайғастырып алған соң холодильникке 1-2 сағатқа қойып, сосын ертілген шоколадымызды, Қазақстан шоколадымызды ертіп алып, тортымыздың үстіне құйып шығатын боламыз. Сосын қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Керемет болып шығады. Осылай дастарханға кесіп, әдемелеп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Дәмі енді сөзсіз керемет, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сіздер де жасап көріңіздер. Айтпақшы достар, жаңағы кремнің арасына клубниканың вареньйін қосып жерсеңіздер күшті болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер.